Мың айдан да артық қасиетті Рамазан айының қадір түні. Ләйләтүл қадір, қасиетті түн. Ораза айының соңғы 10 күнінің бірінде болады. Бұл түн туралы Құран кәрімнің Қадір сүресінде айтылған. 5 аяттан тұратын сүреде Құранның Қадір түнінде түсірілгендігі, оның 1000 айдан қайырлы екендігі, бұл түнде Жәбірейіл періште Алла әмірімен жер бетіне түсіп адамдарға қызмет ететіндігі және таңға дейін тыныштық болатындығы айтылады. Қадір түні періштелер мұсылмандарға дұға оқып тілеулес болады. Жасалған ғибадаттың 1000 айға, яғни 83 жылға тең болатындығына байланысты мұсылмандар Қадір түнін құлшылықпен өткізуге тырысады. Кейбір риуаяттарға қарағанда Қадір түні Рамазан айының 27-ші түні, дегенмен Қадір түнінің дәл қай түн екені белгісіз. Сондықтан тақуа кісілер ораза айының соңғы 10 түнін түгелдей құлшылықпен өткізеді. Қадір түні бүкіл адамзатқа Құран түсе бастаған ерекше қасиетті түн. Араб тіліндегі Қадір түні мән, маңыз және өлшем деген мағынаны білдіреді екен. Сонымен қатар бұл сөз құдірет мағынаны да қамтиды. Қадір түнінің қасиетін жұмыр басты пенде өз ақылмен біле алмайды. Сондықтан оның қадір қасиетін жаратушымыздың өзі Қадір сүресінде біз оны Құранды Қадір түні түсірдік. Қадір түнінің не екенін білесің бе? Аллах тағала білдірмесе, ешкім білмейді. Қадір түні 1000 айдан да артық. Ол түні Аллахтың рұқсатымен кез келген іс үшін рух пен періштелер түседі. Әсіресе ол түнді ғибадатпен өткізгендер үшін таң атқанға дейін Аллахтың рахымы мен есендігі жауады, деп баяндайды. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Аллах Қадір түнін үмбетіме сый ретінде тарту етті. Бұл бұрынғы үмбеттерге берілмеген, деп бұл сыйдың қадірін білуге шақырады. Тағы бір хадисінде кімде-кім сауабын тек қана Аллахтан күтіп, ықыласпен сол түнді ғибадат жасаумен өткізсе, күнәлары кешіріледі дейді. Сондықтан мүмкіндігінше әрбір пенде Қадір түнінде берілетін сыйдан махрұм қалмауға тырысу керек. Ол түнді бос өткізбей дәрет алып, 2 бас болса да намаз оқып, Аллах тағаланың шексіз мейірімінен шын жүректен сұрап дұға еткен жөн. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам басқа уақыттарда әрбір жақсылықтың сауабы 10 есе болса, Ережеп айында 100-ден асады. Шағбанда 300-ден асып, Рамазанда 1000 есеге артады. Жұма түндері 1000 еседен асып, Қадір түнінде 30 мыңға дейін жетеді деген. Не деген сандар, жамағат. Тағы бір хадисте Рамазан айын бойынша ақшам және таң намазын жамағатпен оқыған адам Қадір түнінен көп несібе алады деген. Қадір түні пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам үмбетінде деген терең сүйіспеншілігінен туындаған дұғасының құрметі үшін қабыл болған. Имам Мәліктің Муатта атты еңбегінде риуат еткен бір хадисте пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам алдыңғы үмметтердің өмірлері көрсетілгендігін айтылған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол сәт ұзақ өмір сүрген. Осы үмбеттер жасай алмайтындай амалдарды менің үмбетіме аз уақыт жасай алуды нәсіп ете көр,
деп дұға жасағанда, Аллах тағаланың 1000 айдан қайырлы осы қадыр түні нәсіп еткендігі баяндалған. Қадыр түні 1000 айға тең деп Құранда айтылған. Бұл сан есеп бойынша 83 жыл 4 айға тең келеді. Бірде Айша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «О Аллахтың елшісі, егер қадір түніне жетсем қандай дұға оқиын?» деп сұрағанда, ол: «Аллахумма иннака афун тухиббул афуа фафу анни». О Аллах, сен тым кешірімдісің, кешіруді жақсы көресің, мені де кешіре көр деп дұға ету керектігін үйреткен. Қияметте Аллах тағала хикметімен емес құдіретімен амал етеді. Сол сияқты қадір түнінде де Аллах тағаланың құдіреті үстем болады. Ол түннің қадірін білгендерге Аллахтың мейірімі мен берекесі жауады. Ал одан қорқалмау адамның рухани сергектігіне байланысты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйреткендей, мұсылман баласы әрбір ісіне өзіне берілген ең соңғы мүмкіндік секілді қарай білуі керек. Сол себепті қадір түнін енді көрем бе, көрмеймін бе дегендей өте бір мұқияттылықпен өткізген жөн. Құдіреті шексіз Раббымыз үмбетіне рахымдылық қалағандықтан қадір түні Рамазан айының қай түні екенін ашық айтпаған. Яғни түндердің біріне жасырып қойылған. Бұл сынақ әлемінде мүміндер ұдайы Аллахтың разылығын іздеп құлшылық жасасын деген мақсатпен жаратқан иеміз бұдан да басқа өте маңызды нәрселерді құпия қылған. Мәселен, өмірдегі ажал белгісіз, адамдар арасында әулиелер белгісіз, көркем есімдерінің арасында Аллахтың ұлық есімдері белгісіз. Жұма күнгі дұғаның қабыл болатыны уақыты белгісіз. Күллі құлшылықтың ішінде Аллахтың разылығы қайсысында екені, дәуірлердің ішінде қияметтің қашан екені, Рамазан айында қадір түннің қай түн екені белгісіз. Сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл түннің Рамазанның соңғы 10 не 7 түніндегі, яғни 21, 23, 25, 27 тақ күндердің бірінде екенін айтқан. Алайда ислам ғұламаларының көпшілігі оның 27-ші түн екендігін мақұлдаған, әрі бүкіл мұсылман әлемі бұны осылайша қабылдаған. Әрине, бүкіл жұртшылық осылай сеніп, осылай қабыл еткен болса, Аллах тағала да миллиондаған құлдарының ниетін қабыл етіп, ол түнді шын мәнісіндегі қадір түні етер, иншаллах. Арабшадағы қадір сөзі қадірін білу деген мағынаны да қамтиды. Олай болса, қадірім артсын десеңіз, бұл түннің қадірін біліңіз. Бұл түнні таң ағарып атқанға дейін Аллах тағаланың мейірімі төгіліп тұрады. 2023 жылдың сәуір айының 28-нен 29-на қараған түні қасиетті қадір түні деп саналды. Қадір түнінде қасиетті Құран кәрім түскен. Бұл түні жасалған ғибадат 1000 айға, яғни 83 жылға тең дедік. Осы орайда қадір түнінің ерекшеліктері мен қасиетті түннің сауабын құр қалмау үшін не істеу қажет екенін білесіз бе? Әрине, жамағатпен құлшылықта болған абзал. Қадір түні қай күнге жасырылған? Бұл түн Рамазан айының соңғы 10 күнінің бірінде болады дедік. Яғни 10 түннің біріне жасырылған дейді. Ғалымдардың айтуынша жұп күннен тақ күнге өткен түн қадір түні болмақ. Яғни Рамазан айының соңғы 10 күндігіндегі тақ күндерді назарда ұстаған жөн. Ал мұндай күндердің саны 5.
ал 27-ші түн қадір түні болуы ең ықтимал түн. Бұл түндегі қасиетті Құран кәрім түскендіктен осы түні жасалған ғибадаттың 1000 айға, яғни 83 жылға тең болатынына байланыстырылған. Мұсылмандар Рамазан айының соңғы 10 түнін түгелдей құлшылықпен өткізуге тырысады. Бірде ұйықтап жатқан Айша анамызға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келіп: «Ей Айша, оян, бұл түндері ұйықтайтын түндер емес, Аллах тағалаға құлшылық етейік» деген Құранда сөзі бар. Құран кәрім түскен түн құрметті, ардақты. Бұл түні мұсылман баласы барынша көп құлшылық жасап, жаратушыға мінәжат етіп, кешірім сұраған абзал. Құран кәрімді оқып, қателік күнәлары үшін кешірім сұрап, ал қадір түнін дәл осындай іскі амалдармен өткізген адам жаратушы алдында құрметті әрі ардақты болады. Таршылық. Бұл түні аспаннан жерге түсетін періштелердің көптігі соншалық, оларға жердің өзі таршылық етеді. Демек, бұл қадір түніндегі періштелердің көптігін көрсетеді. Сонымен қатар ұлық түн, тағдыр бекітілген түн. Жаратушы осы түні пенделерінің 1 жылдық тағдырын бекітеді. Сондай-ақ 1 жыл ішіндегі табиғат құбылыстарын, жақсылық пен жамандықты, өмірге келетін һәм өмірден өтетін адамдардың мезгілін бекітеді. Қадір түнінде тағдыр тақтасына құлшылықтағы құлдардың тілектері тақылдап, алдағы 1 жылға қатысты үкімдер бекітіледі. Мінекей осы 5-еуі қадір түнінің 5 мағынасы деп аталады. Қадір түнінің ерекшеліктері қандай? Қадір түнінің мағыналарымен қоса басқа түндерден ерекшеліктері де бар. Қадір түнінде қасиетті Құран кәрімнің түсірілуі бар. Ұлық түн, басқа түндер қадір түніне сәйкес келмейді. Құлшылық түні, қадір түні тұтас бір ғұмырды қамтитын қасиетке ие. Бұл түнде шайтандар болмайды. Періштелердің бәрі, Жәбірейілдің өзі Аллах тағаланың қалауы бойынша жерге түсіріледі. Бұл түнде амандық, тыныштық салтанат құрады. Әсіресе иманды адамдар жамандық атаулыдан аулақ болады. Бұл түн береке кеші. Иманмен және сауап тілеп, намазда тұрумен өткізсе, өткен күнәлар кешіріледі. 1 жылдық тағдыр жазылады. Жасырылған қадір түнінің белгілері қандай? Ораза айының соңғы 10 күнінің қадір түнінің білу үшін мына бір белгілерге мән аударыңыз. Қадір түнінің нақты қай күні болатынын, бұл түннің өзінің белгілері бар екенін білесіз бе? Олар мыналар, мұқият тыңдаңыз. Ауа райының бір қалыптылығы, жел баяу соғады. Ол түні ай жарық болады. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қадір түнінде аспан ашық болады, ыстық та суық та болмайды, күн қызыл болып шығады деген. Сол түнді құлшылықпен өткізген адамның жүрегінде тыныштық орнайды. Жаны рахат, бір сезімді бастан кешеді. Себебі періштелер жерге түсу арқылы пенделерге мейірбандықты әкеледі еді. Үбей ибн Кааб радиаллаху аллах айтқандай, ол күннің таңында атқан таң өткір сәулесіз болады. Иттер шуылдамайды, есектер ақырмайды. Нұр байқалады. Кей адамдардың сол түні дұғалары жылдам қабыл болады. Ал енді осы түнді қалай өткізген дұрыс? Алланың ризашылығы үшін ғибадат жасап, намаз оқып, құлдық сезімдерімізді арттыру. Құран кәрім оқылып, тыңдалып,
түсінуге ынта қойып, Құран кәрімге сүйіспеншілікпен байланыстар орнату. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бірнеше рет салауат айтып, оның шапағат етуінен үміттеніп, оның үмметінен болғанын саналы түрде сезініп, оның жолын берік ұстану. Оған деген махаббатты арттыру. Уағыз, насихат тыңдап, сұхбаттар құрып, күнделікті күйбең тіршілік барысында жүрекке түскен кірбіңді жуып шаюға тырысып, көңілге ұялаған кір мен күмәннан айырылу. Қадір түнінің маңызына байланысты және қадір түніне қатысты жеткілікті мағлұмат беретін дін адамдарымен сұхбат құру. Әсіресе адам өз-өзімен сұхбаттасып, қателіктерін танып, кемшіліктерін жоюға күш салуға, адамдармен достық қарым-қатынасын күшейтуге, бірлік пен бір тұтастықты арттыруға мән беруге тиіс. Тәубе айтып, кешірім сұрап, өз нәпсісін есептен өткізіп, қателік жасаудан сақтанып, қайырлы істерді жасауға құштар болу. Алланы зікір етіп, еске алумен жүрекке тыныштық ұялатуға барынша әрекет жасап, иманды күшейту. Жиі-жиі дұға жасау керек, өйткені дұға адамды ұлы жаратушыға жақындататын дәнекер. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл түні көбінесе мына дұғаны жасаған. Аллахым, сен кешірімдісің, кешіруді сүйесің, мені кешіре көр. Қадір түнінің күндізін де бейне кеш секілді өткізу. Қадір түнінің құрметіне бүкіл мұсылмандардың күнәларының кешірілуін тілеу. Қадір түнінің жақсылыққа мұрындық болуын, достық пен бауырмашылдықты арттырып, ислам әлемінің бір тұтастығын және күллі адамзаттың апаттардан сақта деп тілеуі шарт. Шамасы жететін сомада садақа беріп, садақаның қабыл болуын сұрап, дұға ету. Қадір түні ұйықтамау керек пе? Қадір түні күн батып ауыз ашқан сәттен бастап таң ататын уақытқа дейін жалғасады. Сол себепті мүмкіндігінше ұйықтамаған дұрыс. Мақсат тек ұйықтамай ояу жүру ғана емес. Ең дұрысы дұға тілек жасап, ренжіткен адамдарды кешіріп, намаз оқып, садақа беру, ізгілікке ұмтылу. Есік терезелерді ашып қою керек пе? Қадір түнінің құрметіне дастархан жаюдың қажеті жоқ. Үйге жақсылық кіреді деп есік терезелерді ашып қоюда қате түсінік. Бұл түн құлшылық түні. Алла сіздің дұға жасап, намазға жығылып, кешірімді, мейірімді адамға айналғаныңызды қалайды. Бұл түні сізден өзгеріп, мүлдем жақсы адамға айналғаныңызды күтеді. Қадір түнінде кімдердің тілегі қабыл болмайды? Біле отырыңыз. Бұл түнде мынандай 4 топтағы кісінің тілегі қабылданбайды. Олар арақ ішкіш, ата-анасының қарғысын алған, туыстарынан қол үзген, мұсылман бауырымен 3 күннен артық араздасып жүрген адамдар. Қадір түнінен соң құлшылық жасамаса бола ма? Ислам ғұламаларының ешбірі қадір түнін құлшылықпен өткізуді 1000 айлық парыз құлшылықтың орнына толтырады демеген. Бұл дінді дұрыс түсінбеуден, немесе діндегі міндетті мойнына алғысы келмеуден туындап отырған жағдай. Өйткені діндегі 5 парыздың үкімі көптеген аят хадистер негізінде нақты бекітілген. Ал қадір түнін құлшылықпен өткізудің үкімі мустахаб, яғни ерікті амал.
Құрметті видеомның қараушылары, каналыма жазылып, қазақша контентті қолдап, лайк және подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болыңыздар. Көптеген дүниелерді ұсынамын.